Сәлем достар, V жаттығуларын орындайтын боламыз. 8-3 есепте берілген санды теңдіктердің қайсысы тура теңдік болады? Бізде теңдіктің сол жағын жазып, амалдарын орындаймыз. Ең тиімді амалы оң сандарды бөлек, теріс сандарды бөлек жақшаға топтастырып алайық. 999 қосылған 434 қосылған 77 деген оң сандарды аламыз. Бізде теріс сандар 829, 666, яғни жақшаның ішіне қосу ретінде жазылады. Бірінші жақшадан бізде 3 санды қосқан кезде 1510 саны шығады. Азайту 829-ға 666-ны қоссақ 1495 саны шығады. 1510-нан азайтамыз, 1495-ті тең 15 шығады. Сол жағында 15, тең оң жағында минус 15. Демек, теңдік тура теңдік емес. Екінші есепте оң жағы 364, сол жағын жазып аламыз. Бөлуді орындаған кезде ондық бөлшек бөлгіші, сондықтан өтір жылжытамыз. Өтір жылжыған кезде 2000-ға 1 0 қосылады. Сонда 20.000 бөлінген 2 болады. Көбейтіндіде 1000-да 3 0 бар, демек өтірді 3 рет оң жаққа жылжытамыз. Көбейтіндіден 654 саны шығады. 20.000-ды 2-ге бөлсек 10.000 саны шығады. Азайту 654. 10.000-нан 654-ті алсақ 9346 саны шығады. Сонда сол жағында теңдіктің 9346 тең, оң жағы 364-ке тең. Теңдік орындалмайды, сонда жауабы тура теңдік емес. 804 есепте жұлдызшаның орнына сан қою керек. Теңдеу сияқты шығарып аламыз. Көбейтіндіде 13 пен 91 13 санына қысқарылады, 15 пен 75 15 санына қысқарылады. Демек, бұл көбейтіндіден бізде 7-ден 5 бөлшегі шығады. Қосылған жұлдызша тең 2-ге. Жұлдызшаны табу үшін бізде 2 азайтылған 7-ден 5 деп аламыз. Екінің 1 бүтінін шағамыз, сонда 1 бүтін 7-ден 7 азайтылған 7-ден 5. Азайтуды орындауға болады, 1 бүтін өзі түседі, бөліміне 7, 7-ден 5 салсақ, алымына 2 түседі. Жауабы 1 бүтін 7-ден 2. Екіншісінде бізде бөлуді көбейтіндіге келтіріп алайық. 33-тен 25 көбейтілген кері саны 5-тен 33 болады. Азайтылған 3 бүтін 15-тен 11-ді жазып аламыз. Тең жұлдызшаға. Енді 25-тен 5 санына қысқартылады. 33 пен 33 бөлінеді 1-ге. Енді көбейтіндіден 5 шығады, азайтылған 3 бүтін 15-тен 11. Бестің 1 бүтінін шақсақ, 4 бүтін 15-тен 15 деп аламыз. Азайтылған 3 бүтін 15-тен 1. Сонда жұлдызша тең. 4-тен 3-ті азайтамыз 1 бүтін. 15-тен 11-ді алсақ, алымында 4 қалады. Сонда 1 бүтін 15-тен 4 шығады. Үшінші есепте бізде минус 0,45-ті жай бөлшек ретінде жазып алайық. 100-ден 45. Көбейтілген 9-дан 8
қосылған 0,131 тең жұлдызшаға. 45 пен 9 санына қысқартылады. 100 пен 8 4 санына қысқартылады. Бізде 5 пен 25 қысқарылайын деп тұр. 5-ке. Сонда бұл көбейтіндіден бізде минус 5-тен 2 саны шығады. Бізде жұлдызшаны табу үшін минус 5-тен 2-ні ондық бөлшекке келтіреміз. Минус 0,4 қосылған 0,131. Таңбалар әртүрлі. Бізде 40 үлкен болады. Сонда минус 0,9 саны шығады. Төртінші есепте көбейтуді орындаймыз. 20 мен 80 20-ға қысқартылады. Жұлдызша азайтылған көбейтіндіден 4-тен 1 саны шығады. Жұлдызша тең 3,5 қосылған 4-тен 1. Жұлдызша тең 3,5 қосылған 4-тен 1-ді ондық бөлшегі 0,125-ке тең. Жұлдызша сонда 3,175-ке тең болады. Бешіншісінде бізде санның дәрежелерін шығарып аламыз. Алымында 2-нің 5 дәрежесі бізде 32-ге тең. Көбейтілген бөліміне 96-ны жазып аламыз. 7-нің кубы бізде 343-ке тең. Қосылған жұлдызша тең 1-ге. Көбейтіндіден қысқарту жүреді. 32 мен 96 32-ге қысқартылады. 343 бір-біріне бөлінеді. Сонда бұл көбейтіндіден бізде 3-тен 1 шығады. Қосылған жұлдызша тең 1-ге. Жұлдызша тең 1 азайтылған 3-тен 1 болады. 1-дің бүтінін шақсақ 3-тен 3 азайтылған 3-тен 1 шығады. Сонда жұлдызша 3-тен 2-ге тең болады. 6-шы есепте алымын 448 бөлімінде 3-тің 4 дәрежесі бізде 81-ге тең. Көбейтілген алымы 81 бөлімі 4-тің кубы 64-ке тең. 81 мен 81 қысқартылады. 448 64-ке бөлінеді. Сонда бізде көбейтіндіден 1-ден 7 шығады. Қосылған жұлдызша ол тең 10-ға. Жұлдызша тең 10 1-ден 7 болып жазылады. Сонда жұлдызша бізде 3-ке тең болады екен. 7-ші есепте де дәрежелерін шығарып аламыз санның. Бөлімі 216, алымында 5-тің кубы, яғни 125-ке тең. Бөлінген бізде көбейтуге келтіреміз. Сонда 1000 бөліміне 6-ның кубы алымына барып түседі. 216. Қосылған жұлдызша тең минус 8-ден 1-ге. Қысқарту жүргіземіз. 216 мен 216 қысқартылады. 1000 125-ке бөлінеді. Сонда бұл көбейтіндіден 8-ден 1 бөлшегі шығады. Жұлдызша тең. Оң жақтағы санды жазып алайық. Минус 8-ден 1. Сол жақтағы 8-ден 1 оң жаққа барса минус 8-ден 1 болып барады. Екеуі де теріс сан қосылады. Сонда минус 8-ден 2. 2 мен 8 2-ге қысқартылады. Сонда жұлдызшаның жауабы бізде минус 4-тен 1-ге тең. 8-ші есепте дәл солай.
2-ның 10 дәрежесі бізде 1024-ке тең. 4-тің 4 дәрежесі 256-ға тең. Көбейтілген 4-тің 5 дәрежесі 1024-ке тең. 16-ның квадраты 256-ға тең. Бұл көбейтіндіден барлығы бірдей сандар бірді береді. Сонда жұлдызша азайтылған 1 тең 1,7-ден 2 шығады. Жұлдызшаны табу үшін 1,7-ден 2-ге қосамыз 1-ді. Қосу кезінде тек қана бүтіндер ғана қосылады, сонда 2,7-ден 2 жауабы болады. Достар, видео ұнаса лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.